Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы. Осыған орай Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы соғыс туралы кітап оқы челленджін бастаған болатын. Челлендждің мақсаты ұлы жеңістің тарихи маңыздылығын ұрпақтар санасына сіңіру, жастар арасында кітап оқуды насихаттау. Кітапханада басталған челленджді Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың мемориалды музейі қабылдап алып, олар өз кезегінде Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейіне жолдады. Әрі қарай челленджді аудандық кітапханалар жалғастырып келеді. Ұлы Отан соғысы жайлы тарихи деректердің бір бөлігі көркем шығармаларда бейнеленді. Батырлардың ғұмырнамасы, ерлігі мен өшпес өнегесі, тарихи оқиғалардың себептері мен салдары әдеби өмірде ерекше көрініс берді. Челленджде оқуға ұсынылған отан үшін от кешкен жандардың өшпес ерлігіне арналған бірқатар шығармаларға тоқталып өтсем. Жергілікті жазушы, драматург Тахауи Ахтановтың «Қаһарлы күндер» романы. Романға 1941 жылдың қараша-желтоқсан айларында Мәскеу түбіндегі ұрыстарда ерекше көзге түскен генерал Панфиловтың 316-шы атқыштар дивизиясының ерліктері арқау болған. Роман оқиғасына осы дивизияның жауынгерлері мен офицерлерінің өмірі алынған. Қазақ халқының даңқты қызы, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың туғанына 80 жыл толуына арналып шығарылған Әлия кітабы. Бұл кітапқа Әлия туралы әр жылдарда жарияланған өлеңдер мен поэмалар, повестерден үзінділер топтастырылған. Осы кітаптан жергілікті ақын Сағи Жиенбаевтың Әлия хаттарынан өлеңінен үзінді оқып берейін. Сапура, жаным, хал қалай? Ауыл ел тегіс аман ба? Қауырттау кез боп әр қалай? Қол тимей кетті сағанда. Тұрады көзім алдында, түтіні шыбап ауылдың, ертерек кетіп қалдым да, елді де қатты сағындым. Кей кезде менің хаттарым кешігіп қалса қорықпа, сол бір шақтары, жүргенім онда, жорықта. Келесі шығарма Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы. Бұл кітап Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық, ерлік тұлғасын мүсіндеуге арналған. Өтер жылдар, өтер тіпті ғасырлар, келер ұрпақ ерлік даңққа бас ұрар, естен кетпес жеңіс күні, және де отан үшін жанын қиған асылдар. Құрметті кітап сүйер қауым, жеңіс рухын халық жадында мәңгі қалдыру және жастар арасында кітап оқуды насихаттау мақсатындағы соғыс туралы кітап оқы челленджі жыл бойы өз жалғасын табады. Олай болса, баршаңызды соғыс туралы кітап оқуға шақырамын.